Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы биотехнологиялық үдерістің жалпы сызбасы және биотехнологияда алынатын өнімдері инсулин өндірісі. Мақсатымыз биотехнологияда өндірілетін өнімдерге мысал келтіру. Биотехнология бұл биологияның бір саласы. Биотехнология тірі ағзалар мен биологиялық өндірісте пайдалану саласы болып табылады. Қайталап айтамын. Биотехнология тірі ағзалар мен биологиялық үдерістерді өндірісте пайдалану саласы болып табылады. Ең алғаш 1917 жылы венгр инженері Карл Эреки биотехнология терминін енгізді. 1940 жылдан бері биотехнология кеңінен қолданылып даму үстінде. Биотехнология адами білімнің ең жас саласы. Биотехнология ғылыми пән және өндірістік технология есебінде тірі жасушаның биоөндірістік белсенділігін зерттеуге, сапалы өндірушілік қабілеті бар және әртүрлі салаларда, ауыл шаруашылығында, медицинада, тағам өнеркәсібінде, биоэнергетикада, гендік инженерияда, фармацевтикада тағы басқалары қолданылады. Жануарлар биотехнологиясының маңызды проблемасы жануарларды генетикалық көшіру, клондау әдісін жасау болып табылады. 1997 жылы Шотландияда доктор Ушмут басшылығымен ең алғаш генетикалық анасының дәл көшірмесін Долли атты қойдың клонын алды. Бұл жасушалық инженерия әдісінің арқасында сүтқоректілерді клондауда, жыныссыз жолмен ұрпақ алуда, үй хайуанаттарының жыныссыз жолмен ұрпағы осы Долли қойы болып табылады. Сол сияқты ақш-та ең жоғары жетістікке 1997 жылы қол жеткізді. Ерекше эмбрион жасушаларын клондаудан алынған ген атты бірінші бұзау туды. Ұсақ ағзаларды сұрыптаудың қарқынды дамып келе жатқан саласы. Мұндағы негізгі бағыт рентген немесе ультрафиолет сәулелермен және химиялық мутагендермен әсер ету арқылы жоғарғы өнімдерді мутант микроағзаларды алу. Көптеген қалпақты саңырауқұлақтар ғана емес, өзге де саңырауқұлақтар кең пайдаланып, адам мәдени дақыл ретінде өсіреді. Адамдар пайдаланатын қалпақсыз саңырауқұлақтарды екі үлкен топқа бөлуге болады. Әрине балалар, бұны біз 7-ші сыныпта өтіп кеткенбіз. Қалпақсыз саңырауқұлақтардың екі түр бар екенін. Біріншісі зеңі саңырауқұлақтары, бұлардың антибиотиктер, оның ішінде пеницилл, аспиргиллді алуға пайдаланады. Екінші ашытқы саңырауқұлақтары. Бактериялардың көмегімен көптеген сан алуан витаминдер, ферменттер және көптеген заттарды алуға болады. Пенициллді біз білеміз, суық тигенде адам қолданатын дәрі. Бұны алғаш рет Александр Флеминг осы пеницилл препаратын негізін қалаған. Енді өзіміздің мақсатымызды айтып кеткендей, осы биотехнологияның жетістіктеріне мысал келтіру болатын мақсатымыз. Міне соған бірнеше мысал келтірейік. Биотехнологияда биохимия, микробиология, молекулалық биология, генетика ғалымдарының жетістіктерінің нәтижесінде өте бағалы биологиялық белсенді заттар, гормондар, ферменттер, витаминдер, антибиотиктер, органикалық қышқылдар, сірке, лимон, сүт және кейбір дәрі-дәрмектер алынады. Қазір ең жоғары өнімді микроорганизмдер штаммаларының көмегімен 150-ден астам биологиялық заттардың түрлері синтезделеді. Мысал айтсақ, адамда және кейбір жануарларда организмде синтезделмейтін амин қышқылы лизинді тек микроорганизмдер арқылы алады. Балалар көріп отырсыңдар, лизин деген амин қышқылы адам мен жануарлар үшін өте қажет екен. Міне біз соны тек қана микроорганизмдер арқылы алады екенбіз. Егер жануарлар организмде лизин жетіспейтін болса, оның денесінің өсуі тоқтайды. Сондықтан лизинді жануарлардың жем-шөбіне қосып береді екенбіз. Биотехнологияның биологиялық әдістерін қоршаған ортаның ластанудан тазарту үшін қолданады екен. Бұл келесі мысалымыз. Ластанған суларды микроорганизмдердің көмегімен тазартады. Үлкен қалалардың өндіріс орындардың шығарған зиянды қалдықтарын тазарту кейбір бактериялардың қатысуымен жүреді. Жалғыз микроорганизм емес, сонымен қатар бактериялардың да пайдасы бар екен. Металл қалдықтары мен ластанған суларды тазарту үшін оларды өз жасушаларына жинайтын
бактериялардың түрлерін пайдаланып келген. Осылайша биотехнология экологиялық мәселелерді шешуге де қатысады екен. Тағы бір мысал келтірейін. Үндістанда, Қытайда, Филиппинде үйлерді жылытуға және тамақ дайындауда биогаз, метан мен көміршіл газдың қоспасын пайдаланады. Ол үшін арнаулы контейнерлерге малдың қиын, қант өндірісінің, ауыл шаруашылық заттарының қалдықтарын жинап, оларға бактерияның арнайы себінсін қосады. Осы қоспадан биогаз алынады. Міне тағы да біз отынды да біз осы биотехнология арқылы жасауымызға болады екен. 21 ғасырдағы биотехнологияның басты мақсаты өсімдіктердің жаңа сорттарын, жануарлардың асыл тұқымын, микроорганизмдердің штаммаларын шығару. Оны адам өміріне қажетті заттар өндіру үшін биологиялық нысандар мен процестерге негізделген жаңа ғылымның және өндірістің сапасы деп қарауға болады. Енді балалар, бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе, егер мынандай тапсырма аламыз. 44-ші параграфты, яғни биотехнологиялық үдерістің жалпы сызбасы және биотехнологияда алынатын өнімдері инсулин өндірісі тақырыбын оқып аламыз. Мәтінді оқып болғаннан кейін мына тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма. Инсулин өндірісі туралы ақпарат бойынша кітапта 96-шы сурет бар. Сол суретке қарап талдау жасаймыз. Екінші тапсырма. Биотехнология салаларының қол жеткізген жетістіктер мен алған өнімдер туралы қорытынды жасаймыз. Осы тапсырмаларды балалар орындаймыз.